Екінші есеп тікбұрышты АБС үшбұрышының С тікбұрышынан С-ды биіктігі түсірілді. Тікбұрышты үшбұрыштың суретін саламыз. АБС. Осы С бұрышынан С-ды биіктігі түсірілген. АС 10-ға тең, АД 4-ке тең болғанда АБ гипотенузасының қанша екенін есептеуіміз керек. Бізде мынадай формула бар. АС квадрат тең болады АС көбейту БС. АС дегеніміз бұл міне С төбесінен түсірілген биіктік. АС БС дегеніміз мына жердегі сол биіктіктің бөліп тұрған, яғни АБ гипотенузасын бөліп тұрған кесінділердің ұзындығы. Ары қарай табамыз. Екінші формуламыз. Бұл жерде тіпті бірінші формуланы қажеті жоқ. Мына формуланы қолдануға болады. А квадрат тең болады С көбейту АС. С гипотенуза, А квадрат және АС. Яғни мына жердегі бір катеті және мына катеттің гипотенузадағы проекциясы. Сонда мына формуланы қолданбаймыз, тек қана мына формуламен де шығаруға болады. С-ны табамыз. С тең болады А квадрат бөлу АС тең болады. А квадрат деген 10-ның квадраты 100 және 4-ті бөлеміз. Тең 25-ке. Сонда жауабы АБ гипотенузасы 25 сантиметр. Үшінші есеп, ықшамдауға арналған есеп, косинус 4А қосу 4 косинус 2А қосу 3. Енді бұны былай жаза аламын. Косинус 4А дегеннің өзін косинус 2 көбейту 2А. Қосу 4 косинус 2А қосу 3. Тең болады. Ары қарай. Біз мынадай формуланы білеміз ғой. Косинус 2х тең болады косинус квадрат х минус синус квадрат х екендігін. Соны қолданамын. Сонда мына жерде менде болады. Косинус 2 квадрат 2а минус синус квадрат 2а. Қосу 4 косинус квадрат А минус синус квадрат А қосу 3. Бұл жерде барлығы косинус болып шығу үшін, мына жерде синус квадрат 2-ның орнына былай жазам. Косинус квадрат 2а минус 1 азайту косинус квадрат 2а. Қосу 4 косинус квадрат А минус тағы да 1 азайту косинус квадрат А қосу 3. Тең болады. Жақшаларды ашам. Косинус квадрат 2а минус 1 қосу косинус квадрат 2а қосу 4 косинус квадрат А минус 4 на минус плюс 4 косинус квадрат А қосу 3. Ұқсастарын біріктіремін. 2 косинус квадрат 2а қосу 8 косинус квадрат А минус 2. Так, сосын 2, тағы да ашамыз формула бойынша. Косинус 2аның квадраты деп жазып қояйын. Қосу 8 косинус квадрат А минус 2. Тең болады 2 косинус квадрат А минус сразу 1 азайту косинус квадрат А деп жазып аламын. Және оның квадраты қосу 8 косинус квадрат А минус 2. 2 жақшаны ашам. Косинус квадрат А минус 1 минус плюс косинус квадрат Аның квадраты қосу 8 косинус квадрат А минус 2. Мына екеуін қосамын. Сонда 2 көбейту 2 косинус квадрат А минус 1-дің квадраты қосу 8 косинус квадрат А минус 2. Енді жақшаны квадраттап ашамын. 4 косинус 4 дәрежелі минус. Так, 2 еселенген
Сонда 4 косинус квадрат а плюс 1 қосу 8 косинус квадрат а минус 2. Енді жақшаны ашып барлығын 2-ке көйтем. 8 косинус 4 дәрежелі а минус 8 косинус квадрат а қосу 2 плюс 8 косинус квадрат а минус 2. На екеуі бізде 0-ді береді, на екеуі 0-ді береді. Сонда қалады 8 косинус 4 дәрежелі а. Мінекей осылай бір ғана формуланы қолдана отырып, және тригонометриялық тепе-теңдіктің негізгі формуласын қолдана отырып ықшамдадық. Төртінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші ортақ бөлімге келтіріп алмас бұрын былай реттестіріп алам. X қосу 3-тен 2 қосу 2 жақшаға жіктеймін. X азайту 3, X қосу 3. Алымында X қосу 15 қосу 3 азайту X-ті мен X азайту 3 деп өзгертем, және алдына минус таңбасын шығарамын. Тең болады. Сонда барлығының ортақ бөлімі X минус 3, X плюс 3. Тоқтауыш көбейткіштен берем. X минус 3, мұнда керісінше X плюс 3. 2-ні көбейтем X-ға. 2X минус 6 қосу X плюс 15 минус 3X минус 9 тең болады. X минус 3, X плюс 3. Так, 2X, 3X, 0. Мұнда 0 болады. Демек, 0-ді кез келген санға бөлсек, 0 шығады. Келесі есеп, тағы да өрнекті ықшамдаңыз. Минус 1 дәрежесі тұр. Минус 1 дәрежесі дегеніміз бөлшектің алымы мен бөлімдерінің орындарын ауыстырып жазамыз. Мінекей осылай жазып алдық. Тең болады. Бұл қиын есеп емес. Алымын 2 жақшаға жіктеймін. Бөліміне тиіспеймін. Дәл осылай жазамын. Енді қысқарады. Сонда А қосу Б бөлінген А минус Б. Келесі есеп, егер станок бағасының 5-тен 3% 240 теңгені құрайтын болса, станок бағасын анықтаңыз. Станоктың бағасы X теңге болсын. Яғни ол бізде 100%. Ал енді 240 теңге сол бағаның 5-тен 3% деген сөз. Осы жерден тауып аламын. X тең болады. 240-ты 100-ге көбейтіп, 5-тен 3-ке бөлемін. Мұнда қысқартып жіберсем 80, 80-ді 5-ке көбейтсем 400, және оны тағы да 100-ге көбейтемін. Сонда менде 40 мың теңге шығады. Станоктың бағасы 40 мың теңге. Келесі есеп, конустың көлемі берілген. Конусқа іште сызылған дұрыс 4 бұрышты пирамиданың көлемін табу керек. Бірінші конустың суретін сала алайық. Мінекей осындай конус берілген, және конустың ішіне сызылған дұрыс 4 бұрышты пирамида бар. Осылай. Енді конустың көлемін қалай табатын едік? Конустың көлемі дегеніміз 3-тен 1 көбейту S табан көбейту биіктігі. Ал пирамиданың биіктігі көлемі, ол да 3-тен 1 көбейту S табан көбейту H. Байқап отырсаңыздар, екеуінің формуласы бірдей, бірақ пирамиданың табанында жатқан фигура қандай, ал конустың табанында жатқан фигура қандай, соны ұмытып кетпейміз. Конустың көлемі беріліп тұр. 7π. Яғни конустың табанында бізде дөңгелек жатса, осы дөңгелекке іште сызылған дұрыс 4 бұрыш деген сөз, ол квадрат. Сонда мына дөңгелектің диаметрі ол квадраттың диагоналына тең болып тұр. А десек, Т болатын болса, D тең болады, түбірасты 2А. D дегеніміз әрі диаметр, әрі диагональ болып тұр. Енді бұл диагональ болғандықтан 2 еселенген R-ға тең болады. Осы жерден R-ді тауып алатын болсам, түбірасты 2 бөлу А бөлу 2. Енді S табан тең болады πr квадрат, конустың табанының тауып алатын болсақ, ал пирамиданың табаны бізде А квадратқа тең. S табан конустікі,
пиді көбейтемін r-дің квадратына. 2 көбейту a квадрат бөлу 4 тең болады 2-ден 1 пи a квадрат. Ары қарай биіктік тауып аламыз, себебі биіктік екеуінде де бірдей. Пирамиданың биіктігі мен конустың биіктігі бір-біріне тең. Сондықтан көлемі бізде 7 пи тең болады 3-тен 1 көбейту пи көбейту a квадрат бөлу 2 көбейту h. Так, ықшамдайым 7 пи тең болады 6 пи a квадрат көбейту h. H-ты табу үшін 6-ны 7-ге көбейтем 42 пи a квадрат тең болады 42 бөлу a квадрат. 42 бөлу a квадрат. Бұл биіктігі. Енді ары қарай пирамиданың көлемін табам. В пирамида тең болады 3-тен 1 көбейту s табан міне тұр a квадрат көбейту биіктік 42 a квадрат тең болады қысқарып кетеді 42-ні 3-ке бөлем 14. Сонда жауабы пирамиданың көлемі 14-ке тең болып тұр. Қайтадан қарап алыңыздар, қаншама формула қолдандық. Бүгінге талданатын соңғы есептеңіз дейді. Бірінші мына жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіріп алайық. Түбір асты 2 қосу 1 мен 2 азайту түбір асты 5-тің көбейтіндісін аламын. Мұнда 2 азайту түбір асты 5, мұнда түбір асты 2 қосу 1. 4 азайту 2 түбір асты 5, азайту түбір асты 2, азайту 1. Және алымына көбейтіп жүремін 2 түбір асты 2, азайту түбір асты 5. Тең болады. Жақшаны түгел ашамын. Ақшамды 3 азайту 2 түбір асты 5, азайту түбір асты 2, 2 түбір асты 2, азайту түбір асты 5. Бөлімі түбір асты 2 қосу 1, 2 азайту түбір асты 5. Так, бөліміне әзірге тиіспеймін, алымын ашамын. 3-ті 2 түбір асты 2-ке көбейтем, 6 түбір асты 2, азайту 3 түбір асты 5. Енді 2 түбір асты 5-ті әрқайсына көбейтемін. Минус 4, 4 түбір асты 10, минус плюс 10 болады. Азайту 2, так 4, минус плюс түбір асты 10. Жақшаларды ашуды сіздер білесіздер. Ары қарай ықшамдаймын. 6 түбір асты 2-ге ұқсас жоқ. 6 түбір асты 2-ні жазып қоямын. 3 түбір асты 5-ті жазып қоямын. Минус мына екеуі 3 түбір асты 10-ды береді. Және плюс 6. Бөлімін әзірге жазып қоямын. Енді алымында топтастыруға болады. 6 түбір асты 2 мен 3 түбір асты 10-ды топтастырып аламын. 6 түбір асты 2 және минус 3 түбір асты 5 пен плюс 6 екеуін топтастырамын. Себебі бізде бөлімінде мүмкін жойып кететін өрнек шығатын шығар бөлімімен. Мұнда мен шығар жіберем ортақ көбейткіш ретінде 3 түбір асты 2-ні, сонда қалады 2 азайту түбір асты 5. Минус 3-ті шығар жіберсем, түбір асты 5 азайту 2. Түбір асты 2 қосу 1, 2 азайту түбір асты 5. Байқап тұрсыздар да, 2 азайту түбір асты 5 шығып тұр. Тек мына жерде орындар ауысқан. Сондықтан 3 түбір асты 2, 2 азайту түбір асты 5. Таңбасын өзгертемін. Плюс 3, 2 азайту түбір асты 5. Түбір асты 2 қосу 1, 2 азайту түбір асты 5. 2 азайту түбір асты 5-ті ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарам. Сонда 3 түбір асты 2 қосу 3 қалады. Түбір асты 2 қосу 1, 2 азайту түбір асты 5. Мына екеуі қысқарып кетеді. Так, тағы да ортақ көбейткіш тұр. 3, жақшаның ішінде түбір асты 2 қосу 1, бөлімінде түбір асты 2 қосу 1, мына екеуі тағы да қысқарып кетеді де. Сонда ең соңында 3 деген жауап шығады екен.